тәуелсіз еркіндікте өмір сүруге біз қалай жеттік? Кімдер арқылы жеттік? Тарих бетіне үңілсек, ол өте ұзақ жылдар бойы ата-бабамыздың қасық қаны қалғанша аянбай күресіп, елім, жерім, ұрпағым деп, балаларым тыныш өмір сүрсін деп, бізге тәуелсіз мемлекетті сыйлады. Осындай көпұлтты мемлекетті басқару оңай емес. Осы тәуелсіз мемлекетімізді басқару 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бұйырған екен. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кім? Ол еліміздің басшысы, халқымыздың жанашыры, өте білімді, терең ойлы тұлға. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Ол мектепте жақсы оқып, жақсы білім алған. Ата-анасын қатты құрмет тұтты. Жасына зерек, алғыр азамат, өскенде металлург мамандығын алып жұмыс жасаған. Ол халық қалауымен 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. Содан бері 28 жыл өтті. Нұрсұлтан Назарбаев бәрінен бұрын өз міндетін, өз тағайындалуын терең сезінеді. Үлесіне тиген міндетті жауапты әрі қажырлықпен атқаратын адам. Нұрсұлтан ата ақ пейілді, сезімтал жан және біз үшін нағыз үлгі болар тұлға. Атасының аты Назарбай, әкесінің аты Әбіш, анасының аты Әлжан. Нұрсұлтан деген есімді әжесі Мырзабала беріпті. Алланың 99 аты бар, соның бірі Нұр, тағы бірі Сұлтан. Нұрсұлтан 5 жасқа толғанда Жамбыл атаның ақ батасын алған екен. Ол Қаскелең қаласындағы Абай орта мектебін бітірген. Мектепте озат, үлгілі оқушы болыпты. Еңбек жолын Теміртау қаласындағы темір балқытушы болып бастаған. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты жанындағы жоғарғы техникалық оқу орнын 1967 жылы партия мектебін бітірген. 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің отанымыздың тұңғыш президенті болып сайланды. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2010 жылдың 15 маусымнан бастап заңды түрде елбасы мәртебесіне ие болды. Ол осы жетістігіне өзінің табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында жетті. Нұрсұлтан ата құтты болсын мерейтойың, сомданып тұлғаланып өскен бойың. Жер шары әлемдегі барлық елдер біледі президентіміздің ақыл ойын. Арманын орындадың бабалардың, көтердің көкшіл туын даналардың, қазақтың асқақтатар өр рухын, ақтадың әппақ сүтін аналардың. Біз шын мәнінде президент Назарбаевты бізге, бәрімізге, ұлтына, сеніміне және саяси көзқарасына қарамастан қолайлы да еркін өмір сүріп келе жатқаны үшін, барлық мүмкіндіктер жасап келе жатқаны үшін мақтан етеміз. Бұл өмірде біздің бір ғана отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан. Отанды сүю өркениеттіліктің бірінші белгісі.